әзірге барлығы қосыла берсін. Біз ана жерде настройка жасап алайық біраз. Жалпы эфирге 2 сағат бұрын шығуымыз керек болған, бірақ енді белгілі бір себептерге байланысты 2 сағат кейін шығып отырмыз. Енді ештен кеш жақсы дейді. Сонда да шығуды жөн көрдік. Эфир 24 сағат сақталатындықтан бұнда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Эссе 31-не дейін жазу керек эссені. Жақсы, қазір барымызбен бастай берейік. Қалғандары басынан бастап көріп алады ғой. Қайырлы кеш, құрметті біздің каналымыздың оқырмандары. Жалпы Алтынсарин академиясының академиясы каналының оқырмандары. Бүгін біз сіздерге Алтынсарин академиясының презентациясын таныстыру үшін шығып отырмыз. Осы неге тікелей эфирге. Қайырлы кеш барлығына. Алтынсарин академиясы деген не, осы туралы біраз сөйлесек, бір кішігірім 10 слайдтан тұратын презентациямыз бар. Осы жерде сіздерге мен қазір таныстырып өтетін боламын. Жалпы Алтынсарин академиясы деген кезде бірінші мына жерде үлкен әріппен Алтынсарин деп жазылып тұр. Алтынсарин, Ыбырай Алтынсарин сіздер жақсы білесіздер. Бұл кісі 19 ғасырда қазақ даласына білімді алып келген. Бұлайша айтқан кезде қазақтың ұлы ең алғашқы ағартушысы деп айтсақ болады. Бұл кісіні оқу жазуды балаларға үйреткен ең алғашқы мұғалім десек болады. Енді тарихқа әрі қарай үңіле беретін болсақ, біздің түркі кезеңінен бастайтын болсақ та, сонау сақ кезеңінен бастайтын болсақ та, ол ешқашан тауыса алмаймыз ол кездегі тарихи тұлғалар. Бірақ мынау осы Алтынсарин атамыз ол 19 ғасырда қиын қыстау кезең болса да өзінің бар күшін жұмсап қазақ балаларына мектеп ашуды өзінің мақсат ретінде көріп, өмірлік ұстаным ретінде осы жұмысты ең алғаш бастағандардың бірі. Сол себепті Алтынсарин деген ол мұғалімдердің былайша айтқан кезде бір несі ғой, үлгі тұтатын ұстаз ретінде көруге болады Алтынсарин атамызды. Сол себепті Алтынсарин академия деп көрдік. Енді бұл жерде бірден сіздің ойыңызға, ассоциацияңызға келетін нәрсе ол Ыбырай Алтынсариннің келбеті, оны барлығымыз мұғалім ретінде танимыз. Яғни Алтынсарин академиясы мұғалімдерді дайындайтын орталық ретінде біліп жүрсеңіздер болады. Мынау Алтынсарин атамыздың күшті бір сөзі бар екен. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ол ең жақсы оқыту әдістемесін таба білуде депті. Яғни ұстаз болғаннан кейін бұл ең жақсы методикамен жұмыс істеп, педагогикалық шеберліктерін сол білім беру жолында барынша шыңдау керек. Ыбырай атамыз осы нәрсені қолына алып, осы нәрсені айтқысы келіп отыр. Тағы бір сөзі, маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп айтып жатыр. Шынында да үшінші сөзінде айтып, бір қорытынды жасап кетейік. Мектеп қабілетсіздік пен жалқаулықтың ұясына айналмауы тиіс дейді. Осының барлығы мынау үш цитатада бір сөздің айналасында айтылып жатқан нәрсе, ол бір сөз деп отырғанымыз мұғалім, ұстаз деген сөздің айналасында айтылып жатқандықтан, бұл жерде бізде осы Ыбырай атамыздың осы бір керемет сөздерін жинап алып, өзімізге бір слоган ретінде алғанымыз ғой енді. Енді біз туралы кішігірім ақпарат айтайық. Алтынсарин академиясы өзінің ішіне мынадай бір жобаларды қамтиды. Бұл Алтынсарин академиясының ішінде Алтынсарин Scholarship Program бар. Алтынсарин Scholarship Program
бұл Алтынсарин стипендиялық бағдарламасы. Дәл қазір эфир сақталады. Дәл қазір сіздердің жазып жатқан эсселеріңіз, стипендияға үміткерлікке түсіп жатқан сайыстарыңыздың бірінші кезеңі, осының барлығы осы жобаның аясында өткізіліп жатыр. Екіншісі бұл тіл курстары. Тіл курстарының ішінде ағылшын, француз, қазақ, орыс, түрік тілдері. Бұл жерде енді басты біз үш тілге көбірек көңіл бөлеміз. Бұл жерде қазақ, орыс, ағылшын тілдері, яғни заманауи ұстаз осы үш тілді меңгеру керек деген бір мақсатпен тіл курстарымыз жүргіземіз. Одан кейін оқу гранттары ол арнайы барлық қалаларда емес, кейбір қалаларда және де барлық студенттерге емес, кейбір студенттерге, бізге өтініш білдірген студенттерге ғана берілетін болады. Бірақ бұл жобалар әлі басталған жоқ. Шетелдегі стипендиялар, яғни біздің жобамыздың аясында, біздің академияның аясында шетелге оқуға кеткен студенттерге арнайы стипендия беру. Өйткені шетелде, енді Қазақстанда өмір сүргеннен кішкене қиынырақ қой, сол себепті. Бірақ ол қайтып келген кезде Қазақстанда біздерге біздің академияның бағыттаған жеріне жұмысқа кіру керек деген секілді талаптары бар. Енді ол ары қарай, егер бұл жобалар дамып жататын болса, ол туралы ары қарай айтатын боламыз. Бірақ бүгінгі біздің басты мақсатымыз мынау болып тұр. Келесі Алтынсарин Scholarship программ білім сапасын дамыту, білім беру сапасын дамыту мақсатында. Енді қазір соңғы кезеңде, соңғы осы жылдан бастап мұғалімдерге көңіл бөлу, педагогикаға барынша көңіл бөлу, елбасымыздан бастап, президентімізден бастап білім майталмандарының барлығы қолға алып жатқан үлкен бір мәселе болып отыр. Өткенде де осы Қазақстан Республикасының президенті жанындағы ұлттық кеңесте де осы бір мәселе қозғалған болатын. Білім беру сапасын жақсарту, білім беру сапасын дамыту. Өйткені кез келген мемлекеттің болашағы ол осы жастардың қолында. Жастардың дұрыс білім алып шығуы ол мұғалімдердің қолында. Бізде енді айтады ғой, елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ел қайдан болсын дейді ғой. Сол себепті енді әрқайсымыз бір Қазақстанның азаматымыз, өзіміздің отанымызды сүйетін азаматтарымыз. Сол себепті барынша өзіміздің үлесімізді тигізу, былайша айтқан кезде кішігірім болса да, осы бір кішігірім жобамызбен бірге бастап отырмыз. Мақсатымыз мынау жобаға қатысушы әрбір студент 4 жыл бойы біздің университетте педагогикалық мамандықта оқиды. Ол пән, мысалы математикадан, биологиядан, физикадан өзінің 4 жылда білімін жетілдіреді. Бұл міндетті түрде. Бірақ біз қосымша осы университеттегі бағдарламадан бөлек өзіміздің 4 жылдық оқу бағдарламамызды ұсынамыз. 4 жылда біздің стипендиатқа біз 4 жыл бойы әр жылда 10 ай бойы стипендия береміз, және де одан кейін оларға өзіміздің ай сайын, яғни 4 жылға жоспарланған оқу бағдарламамызды ұсынамыз. Бұл жерде қазір оқу бағдарламасына не кіретінін мен айтып өтетін боламын. Сонда біздің әрбір жаңағы ұстаз, студент 4 жылдан кейін заман талабына сай кәсіби маман болып жетілуіне бар күшімізді саламыз. Енді біздің жобамыз 2018 жылдан бастап осы өзінің жұмысын бастап келе жатыр. Биыл Құдай қаласа 2-ші жылды аяқтап жатырмыз оқу жылын. 3-ші оқу жылына келесі 2020-2021 оқу жылын бастаймыз. Енді осыған дейін бізде 113 студентіміз дәл қазір бізде стипендия алып оқу бағдарламасын алуда. Біз оларға ұсынудамыз. Олардың ішінде 68 ұл бала, 45 қыз бала бар. Енді біздің мына жерде жобамыз қай қалаларда жүріп жатыр жалпы. Біз Алтынсарин академиясы, негізі Ыбырай Алтынсарин білесіз, Қостанай
облысында Торғай уезінде осы мынау Сарыарқан даласында ұстаздық қызмет атқарған ағартушы ғалым. Сол себепті мынау Ыбырай Алтынсарин академиясы деген кезде, жалпы Алтынсарин академиясы солтүстік Қазақстан еске түсетіндей бір ассоциациямен осы жобаны бастаған болатынбыз. Жобаның атауын сол себепті қойған болатынбыз. Енді біздің жобамызда дәл солай Нұр-Сұлтан қаласында, Қарағанды қаласында, Павлодар, Өскемен, Петропавл, Көкшетау қалаларында жұмыс істейді. Біз келесі жылға 70 студентті осы стипендиямен қамтамасыз етіп, оқу бағдарламасын ұсынғалы отырмыз 70 студентке. Ол енді әр қалаға бөлінген 70 студент. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласы келесі оқу жылына 30 студентке стипендия беруді жоспарлап отыр Нұр-Сұлтан қаласында. Оның ішінде 20-сы ұл бала, 10-ы қыз бала. Павлодар қаласында дәл солай 10 студентке стипендия беріледі, 7 ұл балаға, 3 қыз балаға орын бар. Өскемен қаласында 10 ұл балаға орын бар. Қарағанды қаласында 10 стипендия беріледі, оның 7-еуі ұл бала, 3-еуі қыз балаға. Петропавл мен Қостанай және Көкшетау қалаларында 5 стипендия беріледі. Жалпы осындай. Енді жобаға қалай тіркелеміз деп сұрап жатқан кісілерге профильде регистрация деп актуальный историялардың жанында тұр. Регистрацияны бассаңыздар, сол жерде кішігірім бір 10 секундтық 5 видео бар. Сол 5 видеоны көрсеңіздер, біздің Instagram каналымызға қалай тіркелу керек, YouTube каналымызға қалай тіркелсеңіз болады, Telegram каналымызға қалай тіркелсеңіз болады. Осылардың жөнінде кішігірім видеомыз бар. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Ал жобаға тіркелу мәселесіне келетін болсақ, бірінші қадам бұл біздің Instagramдағы парақшамызға тіркелу. Instagram парақшасына тіркелгеннен кейін сол жерде таплинк тұр. Таплинкке кіріп, басқа ссылкаға өтесіздер, басқа платформаға. Сол жерден біздің Алтынсарин стипендия бағдарламасына тіркелу деген не тұрады. Сондай бір кнопка тұрады, блок. Сол блокқа өтсеңіздер, сол жерде Google форма ашылады. Сол жерге полностью барлық есімдеріңізді тіркеп, астында кемінде 300 сөзден тұратын сауатты ұстаз, саналы ұрпақ деген тақырыпта эссе жазуларыңыз керек болады. Осы бірінші турдан өткеннен кейін екінші турыңызды біз сіздерге хабарлайтын боламыз, қашан екінші тур басталатын жөнінде. Енді мына жерде біз жоба туралы презентациямызды аяқтадық. Енді шамамен 10-15 минут сөйледім. Егер сұрақтарыңыз болса, осы жерге төменге сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Мен жаңа комментарияға көңіл аударған жоқпын. Презентацияны бітіргеннен кейін қоямыз сұрақтарды дегеннен кейін. Мен қазір бір өтейін мына жақтан, кімдерде қандай сұрақтар болды. Кейін тікелей эфир 24 сағат сақталатын болған соң, осы жерден көріп аласыздар қандай сұрақтарға жауап бергенімізді. Бірінші тур 31 мамырға дейін, яғни ертең сағат түнгі 12:00-ге дейін біз эсселерді қабылдаймыз. Эссені сол кезге дейін жазып тапсырсаңыздар болады. Көп сұрақ эссеге байланысты болыпты. 31-не дейін эфир сақталады. Файлдар тіркелмей жатыр сайтта. Мен қазір мына жерге комментарий жазып қояйын. Сол жерге почтаға жіберсеңіздер болады, болмай жатса. Маған бірнеше адам ғана жазды, файлдың тіркелмей жатқанына байланысты. PDF емес, Word форматында бәлкім жазсаңыздар, тіркесеңіздер тіркелетін шығар, Word форматында. Толық жауабы 31 мамыр біз тіркеуді аяқтаймыз ғой. Сол тіркеу аяқталғаннан кейін 2 аптаның ішінде біз жауабын шығарамыз.
бірінші турдың жауабын. Мына жерде көп сұрақтар қойылып жатқаны, егер мен мысалы басқа бір қалаларда оқып мектеп бітіріп жатқан болсам, мен сіздердің жобаларыңызға қатыса аламын ба, стипендияға үміткер бола аламын ба деген сұрақ көбірек келді. Осыған дейін директке де жазып жатыр. Осы біз кеше сұрақ жауап викторинасын айдарын жүргізген кезде ол жерге де қойылды сол сұрақтар. Қазақстанның кез келген жерінде мектеп бітіріп жатқан абитуриент, яғни мектеп бітіруші болсаңыз, сіз біздің жобаға өтініш білдіре аласыз. Жалпы бұл жоба 2 турдан тұрады. Кайер деген жігіт сұрақ қойыпты. Жалпы біздің жоба 2 турдан тұрады. Сол бірінші тур бұл эссе жазу, екінші тур сұхбаттасу, яғни собеседование болады. Собеседование ол где-то июль айынан бастап хабарлайтын боламыз біз сіздерге. Шілде айынан бастап бірінші турдың жауабын шығарғаннан кейін собеседованияның күнін белгілейміз. Барлығы сіздердің ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруларыңызға да байланысты болып отыр. Одан кейін, егер біз студент болсақ, бірақ педагогика мамандығында оқысақ, сіздердің жобаларыңызға қатыса аламыз ба? Қатыса аласыздар. Жоба жалпы педагогикалық мамандықта оқитын студенттерге арналған, сонымен қатар мектеп бітірушілерге. Екінші курс болсаңыз да, үшінші курс болсаңыз да, біздің жобаға қатысуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Тек қана бірінші турға өтініш білдіріңіздер, эссе жазып. Ауылдағы мектеп бітіресіз ба, Қазақстан кез келген жерінде мектеп бітірсеңіз де, колледж бітіріп жоғарғы оқу орнына түсейін деп жатқан болсаңыз, университетте студент болғалы жатсаңыз, онда біздің жобаға толық түсе аласыз. Сұхбаттасу, яғни мынау собеседование онлайн бола ма дейді. Онлайн болмауы мүмкін. Егер де қараңыздар, енді біз қазір коронавирус деген індет шықты ғой, пандемия. Осы пандемия егер де екінші толқын болатын болса, ол кезде біз мына жақта комиссия мүшелері қайтадан қарастырып онлайн өткізу мүмкін собеседованияны. Егер де пандемия әрі қарай жалғаспай, осыған дейін коронавируске дейін қалай болды, солай жалғасатын болса, ендеше біз сіздерге хабарлап, тамыз айында біз сіздерді собеседованиеге шақырамыз. Бір күн бойы, мысалы, мына жерде қазір қаншама студенттер өтініш білдіріп жатыр, оқушылар. Біз олардың барлығын сортировка жасауымыз керек, сұрыптап, барлығын бірінші турға лайықтысыз ба өтуге, екінші турға, яғни лайықты емессіз ба, соны біз қарауымыз керекпіз, қарастыруымыз керекпіз. Эсселер жазып жатсыздар ғой, эсселерді толығымен плагиатқа тексереміз. Аталған қалаларға ма? Аталған қалаларға. Мен сіздерге қалаларды жазып қойын, қазір қараңыздар. Мына жерге қойып қоям. Міне осы қалаларға осыншама стипендия беріледі. Бірақ енді сіз түспей қаласыз деген бір сөз емес, өзіңіздің мықты екеніңізді көрсетсеңіз, сізде үлкен шанс бар негізінде. Нұр-Сұлтан қаласында осыған дейін 30 орын берілмеген еді. Біз 2 жылды қосқан кезде бізде 40-қа жуық оқушымыз бар, студентіміз бағдарламамызда жалпы. Бірақ 30 оқушыны бірден алайын деп отырмыз осы жылы. Сұрақтарыңыз болса, осында қоя беріңіздер. Колледж бітіріп универге түсейін деп жатқандар қатыса алады ма? Қатыса алады. Әрине қатыса алады. Университетке түсетін болсаңыз, педагогика мамандығында, психология мамандығын таңдасаңыз, түсе аласыз біздің жобаға. Математикадан пән мұғалімі болатын болсаңыз, биологиядан, физикадан, географиядан, тарихтан пән мұғалімі болатын болсаңыз, болады. Тайбурыл сияқты ғой. Тайбурыл деген, Тайбурылдың ұйымдастырып жатқан секілді, дәл солай Тайбурыл секілді. Бірақ Тайбурыл емес. ASP, Алтынсарин стипендия scholarship программ ғой енді. Әр қалада орталықтарын ашамыз, бірақ мына нәрсені ескеру керек. Петропавл және Қостанай қалаларында, Көкшетау қалаларында біздің орталығымыз әлі жоқ. Сол себепті біз егер де ай сайын семинарлар өткіземіз ғой, сол жағдайда қала бізге жақын болғандықтан семинарға біз
осы қалаға шақырамыз, Нұр-Сұлтан қаласына. Ал Өскемен, Павлодар қалаларында, ол орталық Павлодар қаласында, Павлодар қаласына барып, Өскемен, Семейден оқушылар сол жақта қатысады. Құдай қаласа түсесіздер, сіздерге сәттілік тілейміз. Мамандықтарға байланысты. Сіздер осы жерге мамандық сұраңыздар, жазыңыздар, мен сіздерге жауап берем. Мысалы, мынау мамандыққа түссем, қабылдайсыздар ма деген секілді. Сәлеметсіз бе, Тараз қаласынан боламын, қатыса аламын ба, 11-ші сынып бітірдім. Қатыса аласыз Тараз қаласынан. Қай қаладан болсаңыз да маңызды емес, тек қана осы мына жерде көрсетілген қалаларға түсетін болсаңыздар, онда қатыса аласыздар. Мысалы, осы қалалардың біріне университетке, педагогикалық мамандыққа мұғалім болуды таңдап түскелі жатсаңыздар, біздің жобаға тіркеліңіздер. Ертең түнгі 12-ге дейін. Бірінші турға қанша адам өтініш білдірді дейді. 200-ден аса адам өтініш, 200 емес, мына жерде мен жаңа қарадым. 150-ден аса студент өтініш білдірген екен, бірақ әлі соңғы күн бар ғой. Біз білеміз ғой, қазақтар соңғы күнге қалдырады барлығын. Бүгін, мысалы, бір күннің ішінде, осы бүгін таңертеңнен бастап, түнгі 12, кешегі 12-ден бастап, бүгінгі қазірге дейін мен жаңа қараған кезде 100 шақты адам тіркелген. Соңғы күнге қалдырамыз ғой біз негізі. 150 адам тіркелген жалпы дәл қазір. Психология бастауыш мамандығына, педагогикаға түсетін болсаңыздар, қабылданады. Мед дейді, медициналық мамандыққа түссеңіздер қабылдана алмайды. Ертең түнгі 12:00-де бітеді уақыт. Мына жерде айтуды ұмытып кеттім. Алтынсарин Scholarship программ ішіне не кіреді? Біздің енді оқу бағдарламамыз. Біз 4 жылда не үйретеміз сіздерге? Алтынсарин ASP курстары, бұл арнайы курстар. Әрине беріледі. Біз әр семинарды өткізгеннен кейін, әр ай сайын семинар өткіземіз, ай сайын сіздерге сертификат береміз. Эссені 3 тілде жазсаңыздар болады. Енді сізге қай тіл ыңғайлы болса, сол тілде жазыңыздар, біз сол тілде тексереміз. Ағылшын, қазақ, орыс тілдерінде. Ең көбіне қазақ тілінде жазылған эссе. Алтынсарин курстары, бұл жерде арнайы курстар, педагогикалық және психологиялық 21 ғасырдың адамы қандай бойына қасиеттерді сіңіру керек, соған байланысты курстар жүргіземіз. Одан кейін ASP оқулары, бұл жерде оқу, біз сіздермен бірге кітап оқимыз. Ай сайын бір кітап бекітілген. Бір жылда минимум 8 кітап бітіру, барлығымыз бірге. Біз кітаптарды біз белгілейміз. Бұл кітаптар 3 бағытта кітаптарды оқытатын боламыз. Бірінші бағыт бұл сіздің кәсіби бағытыңыз, бұл яғни кәсіби бағыттағы кітаптар. Сіздер педагогикаға байланысты кітаптарды оқисыздар. Екінші бағыт бұл көркем әдебиет, үшінші бағыт тарихи жанрдағы кітаптар. ASP қабілеттері, сіздерге бір жаңалық айтайын. Бұл жерде біз осы жылы елбасы медалі деген бір жаңа бағдарлама ашылып жатыр. Осы бағдарламаның аясында біздің студенттеріміз осы бағдарламаға тіркеліп, біз 7 бағыт бойынша 7 құндылықты насихаттау үшін осы ASP қабілеттері дегенде, бұл жерде осы елбасы бағдарламасын бірге жүзеге асыратын боламыз. Яғни бұл жерде спортқа байланысты, ұлттық құндылықтарға байланысты, мәдениетке байланысты әртүрлі қабілеттерді шыңдауға бағытталған жоба. Енді бұл жерде 2 түрлі қабілет бар ғой, біз ағылшын тілінде hard skills, soft skills деп айтамыз. Hard skills алғашқы екеуі сіздің ASP. Soft skills деген ол сіздің бөлек неңіз, жеке қабілеттеріңіз, қарым-қатынасқа байланысты сіздің қоғамға тез сіңісіп кетуіңізде, өзіңізді жақсы жағынан көрсетуіңізде, көшбасшылық қасиеттеріңізді көрсетуіңіз, осының барлығы soft skillsқа кіреді. Семинарлар ұйымдастырамыз. Егер де жоба ары қарай онлайн жүргізілетін болса, ендеше вебинарлар ұйымдастырамыз.
бір жылдық педагогикалық курсты ұйымдастырамыз. 3-4 курста басталады бұлар, және бір жылдық кәсіби тәжірибе. Біздің партнерларымызбен, серіктестерімізбен бірге сол жерде сіздер партнерларымыз бір жылдық кәсіби тәжірибені сіздерге көмектесетін болады жүргізуге. Қорды басқарушы лицей бітірген ба? Жоқ, лицей бітірмеген. Қазіргі таңда ESP қатысушылары қай университеттерде оқиды? Астанада, білесіздер, Нұр-Сұлтан қаласында жаңадан бір университет ашылды. Астана халықаралық университеті. Көп оқушымыз биылға түскен, 15 шақты оқушы сол жақтан былтырға түскен. Ал көбінесе бірінші жылы оқуға түскен студенттеріміз бұл Евразия ұлттық университетінде оқитын студенттер. Қазіргі таңда қатысушылар оқу гранттары қалай дейді? Оқу гранттары деген бұл әлі жоба іске асырылған жоқ, бірақ болашақта іске асырылатын болады. Мысалы, біз баланың бойынан, студенттің бойынан жақсы қабілеттерін көріп тұратын болсақ, мына жақта комиссия мүшелері стипендия бермей оқу гранттарын ұсынамыз. Яғни біздің бағдарламаның оқу гранттары, бірақ біз енді бұл жобаны әлі қолға алған жоқпыз. Мен 11-ші сынып оқушысымын. Осы байқауды жеңіп алсам грант болады ма? Бұл жерде грант болмайды сізге, бұл жерде стипендия болады. Ай сайын стипендия беріледі. Бір айда 30 000 теңге стипендия беретін боламыз. 30 000 теңге егер де сіз университетте 3-0-ден жоғары болатын болса, GPA транскриптіңіз, яғни бағаңыз жоғары болатын болса, және де біздің жобаның аясында жүргізіліп жатқан арнайы курстарымызбен, бағдарламамыздың аясында жүргізіліп жатқан тіл курстарымыз, басқа да тапсырмаларымыздан жоғары балл алатын болсаңыз, 30 000 теңге стипендия береміз. Екіншісі 35 000 теңге стипендия береміз. Егер де сіз барынша өзіңізді қоғамдық жұмыстарды көрсететін болсаңыз, яғни волонтер болатын болсаңыз, бір жерде көшбасшы болатын болсаңыз, университетте белсенділік танытатын болсаңыз, және біздің жобамызда үлкен белсенділік танытатын болсаңыз, біз бұны байқаймыз әрине. Сол себепті басқа студенттерден айырмашылығыңыз болу үшін 35 000 теңге береміз. Егер де біздің жобамыздың қатысушылары ғылыммен айналысатын болса, симпозиумдарда, конференцияларда, ғылыми жобалардың сайыстарында, халықаралық болсын, республикалық болсын, егер де сол ғылыммен айналысып, мақала, баяндама, ғылыми жоба жазатын болса, стипендияның көлемі 40 000 теңге болады. Университет бітіргеннен кейін ESP шарттары қандай? Енді қараңыздар, педагогикалық мамандыққа түскен студенттер, мен қазір бітіргеніме бірнеше жыл болды, бірақ менімен бірге бітірген таныстарым, көбісі осы мемлекеттік грантта оқып бітіргеннен кейін, мемлекеттің өзі оларды 3 жыл, кемінде 3 жыл, педагогика мамандығында Қазақстанның кез келген жерінде жұмыс істеуге талап қойып жатыр, шарт қойып. Шартты орындамаған жағдайда 2 миллионнан астам штраф бар. Енді ол мемлекеттің қойған шарты біздің де жобаға оңынан туып, біздің де мәселемізді шешіп тұр. Сол себепті, егер де педагогикалық мамандыққа түсетін болсаңыз, 3 жыл Қазақстан кез келген жерінде мектеп немесе басқа бір курстарда жүргізуіңіз, ұстаздық қызметін атқаруыңыз керек болады. ОБТ-дан жинаған балл маңызды ма? Енді қараңыздар, бұл жерде конкуренция ғой негізінде. Жеке мен алып қарасаңыз, енді мен бұл жерде қазір комиссия мүшелері толық отырғаннан кейін, жеке мен ойымша ОБТ бұл білім көрсеткіші емес, бірақ бұл бір сіздер үшін бір аттап өту керек, бір алдыңыздағы кедергі. Бұл кедергіден өтіп кететін болсаңыз, онда сіздің алдағы өміріңізде енді құлап қалмайтыныңызға үлкен кепілдік бар. Бұл бір арнайы сіздер үшін тексеріс қой ол негізінде. Барлығымыз бұл ОБТ-дан өткенбіз. ОБТ ескеріледі. Егер де конкуренция болған жағдайда бірінші эссеңізге қараймыз, одан кейін барып ОБТ-ыңызға қараймыз, одан кейін барып сіздердің мектептегі қалай оқығаныңызға қараймыз. Енді мына жерге қараңыз. Мысалы, алтын белгі иегері болуы мүмкін, қанша 11 жыл, 12 жыл бойы оқып, ұлттық бірыңғай тестілеуге келген кезде стресс ұстап, шаршап, жаңағыдай өзінің білімін толық көрсете алмауы мүмкін ғой, ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл ала алмай қалса. Енді ол жерде мысалы стресске түсіп қалды, жауап бере алмай қалды. Сол үшін қиын болып қалады.
шарт сондай. ұбт-дан жинаған балмаңызына жауап бердік деп. Жатақхана ұсынылады ма? Қандай да бір шарттар бар ма? Егер де енді сіздер біз көмектесейік сіздерге. Бұлдай мәселе қарастырылмаған бізде жатақхана ұсыну, оларды бір жерге орналастыру. Бірақ енді университетке түсетін болсаңыздар, университет ол мемлекеттік жатақхана өздері ұсынады. Бірақ егер де сіздер жаңағыдай ұсыныс білдіретін болсаңыздар, яғни сұраныс білдіретін болсаңыздар, ондай жағдайда біз сіздерге көмектесеміз. Бірақ енді шарттарымызда жатақхана ұсыну деген нәрсе жоқ. Жалпы енді егер мен жүретін болсам, сіздердің жандарыңызда координация жасап, ондай жағдайда менен көмектерін сұрай берсеңіздер болады. Егер нәтижелеріміз төмен болып жатса, стипендия қайтару керек па? Стипендия енді безвозмездный деп айтады, қайтарымсыз стипендия. Бұл жерде қайтарымсыз стипендия болғандықтан оқу бағдарламасының ақшасын ғана қайтаратын шығарсыздар сіздер. Аюда жатақхана бар ма? Ол мемлекеттік емес қой. Аюда жатақхана бар. Енді Аю деген жаңадан ашылған университет. Мен ол жерде былтыр бірнеше уақыт жұмыс істегем, сол жатақханасында. Сосын жатақхананы жауып тастады. Яғни жатақхана қазір мемлекеттік емес, ол жатақхана. Аю университеті өздері бір сырттан, енді білмеймін, ол жерде Аюда қазір жұмыс істемеймін. Ол өздері бір жатақхананы тауып, сол жерде студенттерге жағдай жасаған болатын. Келесі жылдан бастап мүмкін қолға алатын шығар мемлекеттік жатақхананы. Құрметті достар, оқырмандарымыз, егер де сіздердің басқа сұрақтарыңыз болмаса, біз осы жерден эфирімізді аяқтайық. Құдай қаласа, ертеңде бір эфирге шығамыз. Бұдан кейін эфирге жиі шығатын боламыз, сұрақтарыңызға жауап беріп. Мен Қайпанның ұстазымын. Мен осы координатормын осы жобада. Жобамыз 3 бағыттан тұрады дедік қой. Бұл жерде мен координатордың жұмысы қандай? Енді координатор документтерді тіркеу, мен юристпін негізінде. Биыл Құдай қаласа дипломды қолға алғаннан кейін ұстаздық дипломымды сосын көрсетем. Мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Әлі оқып жатырмын, бітірген жоқпын. Бітірген кезде сіздерге айтамын. Жақсы, құрметті оқырмандар, сау болыңыздар. Құдай қаласа, біз сіздермен тағы да жолығатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, сіздерге сәттілік тілейміз. Бірінші турдан аман-есен өтіп кетіңіздер енді. Абай атамыз айтады ғой, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінде қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап дейді. Сіз енді мен қанша мақтап жатсам да оған сенбеңіздер, бірақ сіздердің араларыңыздағы ең үздік, ең мықты деген студенттер бірінші турдан өтіп, екінші турға өтіп, осы стипендияға лайықты болады деген үміттемін. Сау болыңыздар. Рахмет бізбен бірге болғандарыңыз үшін.